45-ші тарау. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уәсәләмнің Құран оқуы. Умму Сәләмадан Алла елшісінің саллаллаху алейхи уәсәләмнің қалай Құран оқығаны жайында сұраған кезде, ол пайғамбардың саллаллаху алейхи уәсәләм Құрандағы әрбір әріпке дейін анық оқығандығын айтып берген еді. Табиғин қатада сахаба Анас ибн Маликтен Алла елшісінің саллаллаху алейхи уәсәләмнің қалай Құран оқығанын сұраған сәтте, сахаба дауысты дыбыстарды созып оқитын деп жауап берген болатын. Түсіндірме: алайда аяттарды қажеттіліксіз созып оқуға да болмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уәсәләм аяттарды бөліп, кішкене үзіліс жасап оқитын. Әлхамдулиллахи раббил аламин, бар мадақ шүкіршілік атаулы күллі әлемнің Раббысы бір Аллаға арналады деп тоқтайтын. Сосын Ар-Рахманир-Рахим, ол рахман әрі аса рахымды деп тағы тоқтайтын. Содан кейін Малики яумиддин, дін, жауапқа тарту, үкім шығару һәм қарымта күнінің иесі деп келесі аятты оқитын. Айша анамыздан пайғамбардың саллаллаху алейхи уәсәләмнің қалай Құран оқығандығы жайында, яғни жасырын оқыды ма, әлде дауысын шығарып оқыды ма деп сұрағанымда, ол жасырын да, дауысын шығарып та оқитын. Кейде дауысын жай шығарып, кейде қатты шығарып оқитын деп айтты. Содан мен бұл жағдайда кеңшілік берілгеніне Аллаға мадақ болсын деп қуандым. Мен пайғамбардың саллаллаху алейхи уәсәләмнің түнде намазда Құран оқығанын төсегімде жатқан кезде еститінмін. Түсіндірме: бұл жағдай хиджретке дейін Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәләм түнде Қағбаның жанында намаз оқып тұрған кезде болған. Мен пайғамбардың саллаллаху алейхи уәсәләмнің Меккені алған күні түйесінде отырып, Фатх сүресінің шүбәсіз біз саған ап-айқын жеңіс нәсіп еттік. Міне, осылайша Алла сенің өткен һәм келешек күнәларыңды кешіреді деген аяттарын оқығанын көрдім. Абдулла ибн Муғаффал Алла елшісінің саллаллаху алейхи уәсәләмнің аяттарды әдемілеп мақаммен оқығандығын айтады. Муғауия ибн Құрра: егер адамдар жаныма жиналмаса, мен сол оқығанын сендерге қайталап берер едім дейді. Түсіндірме: Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәләм түйенің үстінде болса да, жаяу жүрсе де, жалпы қандай жағдайда да құлшылығы, Алламен байланысы үзілмейтін. Сондай-ақ пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәләмнің бұл әрекетінен кейбір жерлерде аяттарды немесе басқа да маңызды мән-мағынаға толы сөздерді жасырын емес, жария айту абзалырақ екенін байқауға болады. Алла тағала жіберген пайғамбарлары көрікті әрі әсем дауысты. Табиғин қатада сендердің пайғамбарларың да көрікті және дауысы әсем еді, бірақ оқығанда әуендетпейтін деген. Түсіндірме: бұл хадисте әуендетпейтін деп ән, өлең айтпайтындығы мақсат етілген. Ал Құранды ережесіне сай мақаммен әуендетіп оқыған. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уәсәләмнің үйде Құран оқыған кездегі дауысын кейде басқа бөлмедегі адам еститін еді. Түсіндірме: яғни мән беріп тыныш тыңдаған кезде ғана
басқа бөлмедегі адам еститін еді, ал үйдің сыртындағы адамға естілмейтін. 46-шы тарау. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның жылағаны. Мен пайғамбарға саллаллаху алейхи уассаламға келіп едім, намаз оқып жатыр екен. Пештің қызып қайнап жатқан кездегі дауысы секілді Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам еңкілдеп жылап жатыр екен. Түсіндірме: Алладан қорыққандықтан осылай жылаған. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Уа Мұхаммедтің үмбеті, егер мен білген нәрсені сендер білсеңдер, көп жылап, аз күлетін едіңдер» деген. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам маған Құран оқы деп бұйырды. Мен болсам: «Уа Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, бұл Құран саған түсірілді ғой, қалайша мен оқимын» деп таңғалдым. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: «Өзге біреудің оқығанын тыңдау маған ұнайды» деп себебін түсіндіреді. Содан Ниса сүресін оқып бастадым. Сені де мыналарға, яғни үмбетіңе, әсіресе араларыңдағы кәпірлер мен мұнафықтарға қарсы куәға тартқанымызда адамдардың жағдайы не болар екен деген аятқа келгенімде, Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның көз жасы төгіліп жылап жатқанын байқадым. Бір күні Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам заманында күн тұтылды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам орнынан тұрып намаз оқуға кірісті. Содан бейне бір рүкух жасамайтындай ұзақ тұрды. Кейін рүкух жасап, қайта басын көтермейтіндей ұзақ рүкух халінде болды. Рүкухтан тұрып сәждеге баруы да тез болмады. Біраз уақыттан соң сәждеге барып еді, сәждеден де бірден тұрмады. Ақыры сәждеден басын көтергесін терең тыныс алып, жылаған күйі: «Раббым, мен арасында жүрген кезде оларды азаптамаймын деп уәде беріп едің ғой. Раббым, олар күнәсі үшін кешірім сұрап жатқан уақытта азап жіберілмейтіндігіне уәдең бар еді ғой. Біз күнәміз үшін кешірім сұраймыз» деп жалбарынды. 2 рәкағат намаз оқығаннан соң күн ашылып кетті. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам орнынан тұрып Аллаға мадақ айтты да, шын мәнінде күн мен ай Алланың бар екендігін айғақтайтын белгісі. Керемет жаратылысы. Күн біреудің өмірден өткеніне немесе дүниеге келгені үшін тұтылмайды. Егер күн мен ай тұтылса, онда Алланы еске алуға асығыңдар деп негізгі себебін баяндап береді. Түсіндірме: адамдар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның ұлы Ибрахим қайтыс болғандықтан күн тұтылғанын айтты. Себебі күннің тұтылуы мен Ибрахимнің өмірден өтуі бір күнге сәйкес кеп қалған еді. Алайда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам күн адамның дүниеге келгені үшін немесе өмірден өткендіктен тұтылмайтындығын анық баяндады. Имам Науави осы кезде ғана күн тұтылғаны үшін намаз оқылғандығын алға тартқан. Бұл жағдай хиджри 10-шы жылы орын алған. Хиджри 5-шы жылы ай тұтылып, ол сәтте де намаз оқыған еді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұл табиғи құбылысқа қатты алаңдаған еді. Себебі мұндай жағдай көбіне Алланың азабы келе жатқанын білдіретін белгі саналатын. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам
өлім аузында жатқан қызын құшағына алады. Сол күйі қолында қайтыс болады. Осы сәтте Умму Айман қатты айқайлап, дауыс шығарып жылап жібереді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның алдында жылап тұрсың ба дейді. Умму Айман сенің де жылағаныңды көріп тұрмын ғой деген кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам мен дәл бұлай айқайлап жылаған емеспін. Бұл көз жасы, Алланың мейірімі. Шын мәнінде мүмін адам әрдайым жақсылықта. Жанын алған сәтте ол Аллаға мадақ айтады деп түсіндіреді. Түсіндірме. Хадисте немересі жайлы айтылып жатыр. Яғни Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның қызы Зейнептің баласы, алайда бұл немересі қайтыс болмаған деген дерек те бар. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін де өмір сүріп Әли ибн Абу Талибке тұрмысқа шыққандығы баяндалған. Жоғарыдағы хадиске сүйенсек, асыраушысы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның күңі Умму Айман қатты дауыс шығарып айқайлап жібереді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Хадишаға үйленгеннен кейін Умму Айманды азат етіп сахаба Зайдке тұрмысқа береді. Сөйтіп Усама есімді бала дүниеге келеді. Умму Айман сахаба халифа Омар өмірден өткеннен соң шамамен 20 күннен кейін қайтыс болады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өмірден өткен Осман ибн Мазғунды жылап отырып маңдайынан сүйеді. Түсіндірме. Осман ибн Мазғун алғаш иман еткен сахабалардың бірі. 2 рет хиджрет жасаған әрі Бәдір шайқасына қатысқан. Аса тақуа, құлшылығына бекем, құрметті сахаба саналатын. Біз Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның қызының жерлеуінде болған едік. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қабірінің басында отырды. Көз жасы төгіліп жылап отырғанын көрдім. Содан Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам араларында бүгін түнде жыныстық қарым-қатынасқа түспегендер бар ма деп сұрады. Абу Талха мен бармын деп шығып еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қабірге түс деп бұйырады. Кейін сахаба қабірге түседі, жерлеуге атсалысады. Түсіндірме. Хадисте Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның қызы Умму Гүлсім жайлы айтылып жатыр. Ол сахаба Османның жұбайы еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір сөзінде Алланың атымен ант етейін. Егер менің 100 қызым болса, бірінен соң бірін Османға тұрмысқа берер едім деген. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның сұрағынан кейін жолдасы Осман артқа шегінген еді. Себебі сол түні әйелі өмірден өткенде ол күңімен жақындасқан болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл ісінің қате екенін көрсету мақсатында жазғырған болатын. Алайда атын атап, түсін түстемей, жалпылама сұрақ қою арқылы білдірткен еді. Құрметті тыңдармандарым, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның Құран оқуы және жылағаны жайлы соңына дейін тыңдаған болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Алланың нұры жаусын баршаңызға. Келесіде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның төсегі жайында баяндайтын боламын.